Махамбет Өтемісұлы, қазақтың әйгілі жырауы, күйші композитор, отаршылыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерісті 1836-1837 жылдары ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерістің жалынды жыршысы, ол қазақ хандығының соңғы жырауы деп те тануға болады. Патшалық Ресейге түгелдей отарланған, кейін кеңес үкіметінің құрамына кірген Қазақстанның батыс өңірінде уақыт өте келе Махамбеттің жерленген жері ұмытылады. Тек 1958 жылы Орал облысына шығармашылық іс-сапармен барған Тайыр Жароков пен Қажым Жұмағалиев Орал өңірі газеті арқылы Махамбеттің қабірін білетін жан бар ма деп ел ішіне сұрау салдырады. Содан қабірді білетін Тайпақ ауданының тұрғыны Құрақ Бектұрғанов деген азамат шығады. Оның үшінші атасы Бектұрған Исатай мен Махамбеттің қарулы көтерілісіне қатысқан достар екен. Ол баласы Тәшенге, Тәшен өз ұлы Дінмұхамедке Махамбеттің бейітін көрсетіп кетіпті. Ал Дінмұхамед ақсақал баласы Құраққа Махамбеттей адамдар еш уақытта ұмытылмайды, ұмытылуға тиісті емес. Күндердің күні оның жерленген жерін іздейтін адамдар табылар. Сондықтан балам, мен Махамбеттің басына тобылғы тігіп кеткелі тұрмын деп Дінмұхамед ақсақал өз қолындағы және Құрақтың қолындағы қамшылардың сабын қайсынан ажыратып, тобылғысын Махамбет зиратының бас жағы мен аяқ жағына көмеді. Баласына тобылғының шіремейтін ескертеді. Осыны Жұмағалиев пен Жароковқа әңгімелеп берген Құрал ақсақал Қараойдағы ескі қабірлер арасынан Махамбеттің бейітін тауып, басындағы 1951 жылы көмілген қамшының тобылғы саптарын тауып көрсетеді. Солай Махамбеттің қабірі 1958 жылы ғана табылады. Ең сорақысы 1966 жылы Ноэль Шаяхметов атты антрополог бет бейнесін жасау мақсатымен Махамбеттің бет бейнесін жасаймын деп қабірін қазуға барады. Бұл туралы жанында бірге болған дәрігер Қабижан Әбістаев аңыз адам журналына берген сұхбатында былай деп әңгімелейді. 1966 жылы 9 шілдеде Махамбет бейітінің басына келдік. Ноэль Шаяхметовтың басшылығымен қазу жұмыстары басталып кетті. 20-30 сантиметр тереңдігінде лақаттың орта шенінде күрек бір қатты нәрсеге тиді. Ноэль қолындағы құралымен күрек тиген нәрсені топырақтан босата бастады. Ол адамның бас сүйегі болып шықты. Қарақұс сүйегінің үстінде бір мойын омыртқа мен екінші мойын омыртқаның жартысы жатты. Бас сүйектен 4 терең жарақат көрдік. Ноэльдің қатаңқы қабағы ашыла бастады. Денеден бөлек жатқан бас сүйектегі жарақаттарға және тістерінің санына қарағанда, бұл біріншіден айуандықпен мерт болған адамның басы, екіншіден бұл бас денесінен шабылып алып, кейін жерленген. Үшіншіден, жасы шамамен 40 пен 50 аралығындағы адамның басы. Осыған қарап, бұл Махамбеттің бас сүйегі деп айтуымызға болады, деді. Тағы да екі күрек биіктегендей топырақ алынғаннан кейін киіз үй сықырлауығының жарықшақтарына тап болдық. Сықырлауық астындағы лақаттың орта шенінен адамның қол сүйектерін сәл төменірек жамбас ұршық бел омыртқаларын таптық. Сонымен не керек? Ноэль Шаяхметов Махамбет сүйегін Алматыға алып кетті. 1967 жылы оның скульптуралық мүсінін жасайды. Ал ғалым Мәскеуге көшкенде Махамбеттің сүйегі салынған қорап Алматыда тұратын апасының үйінің жертөлесіне қалдырып кетіпті. Сұрау болмай сүйек 17 жыл бойы қағаз жәшікте жертөледе жатқан. Тек 1983 жылы ғана Атырау жұртшылығы Махамбеттің сүйегін алдыртып, бұрынғы орнына қайта жерленген. Оқыған Ғалбият Нұрзат.